Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы музей қай көшеде? Тема урока где находится музей? Бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздері. Новые слова. Менімен бірге қайталаймыз. Повторите вместе со мной. Музей, музей, аудармасы музей. Орталық мұражай, орталық мұражай, центральный музей. Орналасқан, орналасқан, расположено. Алтын, алтын, золото. Жарайсыңдар балалар. Музейді балалар, музей немесе мұражай деп те атауға болады. Енді тапсырмаға түсейік балалар. Екінші тапсырма, мәтінді оқы, читайте текст. Балалар, мұқият тыңдаймыз. Бұл орталық музей. Это центральный музей. Ол үлкен, әдемі. Он большой, красивый. Музей күнде жұмыс істейді. Музей открыт каждый день. Музей 9-да ашылады, кешкі 6-да жабылады. Музей открывается в 9 и закрывается в 6 вечера. Орталық музейде көп экспонат бар. В Центральном музее много экспонатов. Онда оқушылар, студенттер, саяхатшылар жиі келеді. Сюда часто приезжают школьники, студентов и путешественники. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма. Айтылым, говорение. Үшінші тапсырма, мәтіндегі сөйлемдерге сұрақ қой. Жаңағы оққан мәтінге балалар сұрақ қоюымыз керек. Бірінші сұрақ бізде. Бұл не? Бұл орталық музей. Екінші сұрақ. Музей қандай? Мұнда сұрақ қандай? Әдемі, үлкен. Музей қай күндері жұмыс істейді? Қай күндері жұмыс істейді? Музей күнде жұмыс істейді. Музей қашан ашылады? Музей 9-да ашылады. Келесі сұрақ. Орталық музейде не бар? Не бар? Орталық музейде экспонат бар. Онда кімдер жиі келеді? Сұрақ кімдер? Онда саяхатшылар, студенттер жиі келеді. Келесі тапсырма балалар. Жазылым. 5-ші тапсырма. Қандай, қашан, қайда деген сұрақтардың тиістісін қойып, сөйлемдерді жаз. Сіздерге 4 сөйлем берілген. Қандай? Какой? Қашан? Когда? Қайда? Куда? Осы 3 сұрақтың дұрысын қоюымыз қажет. Бірінші сөйлем. Музейге қашан барасың? Дұрыс сұрақ қашан? Қандай музейлерді білесің? Мұндағы тиісті сұрақ қандай? Музей қашан ашылады? Музей қашан жабылады? Мұндағы сұрақ қашан? Балалар, бұл тапсырманы дәптерге орындаймыз. Пишем тетрадь. Балалар, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бүгін біз орталық музей туралы айттық. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.